Расымен де барлық мақтау Аллах Тағалаға тән. Жалғыз оны ғана мақтаймыз, және бір өзінен ғана жәрдем тілейміз. Жан дүниелеріміздің жамандықтарынан, істеп қойған істеріміздің кесірлерінен оған сыйынамыз. Ол кімді тура жолға салса, оны адастырушы жоқ. Ол кімді адастырса, оны тура жолға салушы жоқ. Аллах Тағаладан басқа тәңір жоқтығына куәлік береміз, және де Мұхаммед оның құлы әрі елші екендігіне куәлік береміз. Және де сүйікті пайғамбарымызға Аллах Тағаланың салауатын, сәлемін, рахымын, берекелерін тілейміз. Және де оның әулетіне, сахабаларына, және солардың жолымен, ихсанмен ергендерге. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, құрметті жамағат. Аллах Тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін. Біз сіздермен Тоха сүресінің тәлім тәрбиесіндеміз. Өткенде 40 аятқа келіп тоқтаған болатынбыз. Содан әрі жалғасардан алдын сол 40 аяттағы мына аятқа бір ғибрат алып кетсек өзіміз үшін. Ауыз биллахи минаш шайтанир раджим ва қатальта нафсан. Сол бір кезде сен бір қателікпен кісі өлтіріп қойған едің. Фанаджайнака минал ғамми. Сөйтіп біз сені уайымнан құтқарған едік. Осы жердегі бір маңызды нәрсені көрсетеді Алла Тағала. Жалпы қателік жасалғаннан кейін, сіздің тарапыңыздан бір қателік жасалса, сол қателіктен кейін міндетті түрде уайым болу керек. Егер ол уайым болмаса, жүректі дат басады. Сосын ол уайым болмаған жерде бейқамдық болады. Намаз оқып жүрсек те, кейбір салиқалы істерді істеп жүрсек те. Бұл жерде пайғамбарымыз қандай нәрсе, Алла Тағала нені көрсетіп отыр? Мұса пайғамбар қателікпен жаңағы қателікті жасап қойды. Сосын уайымдағанын көрсетіп отыр Алла Тағала. Уайым. Ол уайым оның күллі жүрегін биледі. Сөйтіп сол жерде Раббысына Робби инни заламту нафси фағфирли, Раббым, мен өзіме әділетсіздік жасадым, мені кешірші. Расымен де мынау шайтанның итеретін амалы, шайтан адам баласына айқын дұшпан ғой деген сөздерін айтып сыйынып өтті. Сөйтіп уайым хақ, жүрек шын мәнінде уайымға толы болғандықтан Алла Тағала ғафара лаху, Алла Тағала оны кешірді дейді. Бұл жердегі маңызды нәрсені қарайық. Бір қателік кетті ме, міндетті түрде Алланың кешірімі керек ол жерге. Ол кешірілу үшін уайым болу керек. Егер уайым болмаса, уайымдайтын басқа бір жағдайға салу Алланың заңдылығы екен. Сондықтан мысалы, мен біреуден қарыз алдым. Қарыз алдым, қайтарып беремін деп уәделестім. Сөйтіп қайтаратын уақыт келді. Бірақ менде бір қатты уайым жоқ. Бір бейқамдық бар. Жалпы түсінем. Алла Тағала еске салады білім арқылы. Бір уағызда болған кезде, бір қонақта бір жерде отырған кезде, біреу арқылы айтқызбай бәрібір қоймайды Алла Тағала. Біреу негізі қарыз деген өте қиын нәрсе екен ғой деген сөздер айтылып жатыр. Қарызды негізі қайтару керек екен, тіпті шейітке де кешірілмейді екен деген әр жерде мешітте, не жағдай бір жиында, қонақта ол Алла Тағала еске салмай қоймайды. Сөйтіп оны естеймін, сөйтіп мен жалпы білем, түсініп отырмын, жалпы түсініп отырмын, бұл дұрыс, иә. Бірақ уайым жоқ. Сөйтіп ол кісі уайымдап жатыр. Жаңа мен кімнен қарыз алдым, мысалы. Ол кісі уайым болып жатыр да. Негізі ол уайым менің жүрегімде болу керек. Көрдіңіз бе? Менде ол жоқ. Сөйтіп менде немқұрайдылық болады. Әйтеуір бір қайтарам ғой деп онымен тіпті ұрысып та қалам. Немене мұсылманға сабыр ету керек қой деген сөздерді айту мүмкін. Қара, жүрек қалай бұзылып баратыр. Сон барып намаз оқимын.
Сөйтіп жүрген күні Алла Тағала бір мүмкіндіктер беріп, сөйтіп бір жұмыстар жүріп, белгілі бір мерзімге дейін Алла Тағала жаңағы уайымды жасауыма мұрсат береді. Өз ақылыммен. Мұрсат бітті. Сөйтіп Алла Тағала ұйымдастырады, маған қарыз керек болады да, мен біреуден аламын. Мен біреуден алған кезде қарыз қайтпайды. Мен уайымдай бастаймын. Осы уайымның кезінде мен жағы қайтпай жатқан қарызды уайымдап атсам да ешқандай пайда жоқ. Неге бұл болды деп, мен сол кездегі уайымдамаған уайымды бірінші уайымдау керекпін. Қайтпай жатқан қарызды емес. Егер осыны уайымдай алсам, бұны түйсік деп атайды. Ал жалпы ол түсінік, екеуінің арасы екі бөлек нәрсе да. Сондықтан Мұсаныкі көріңіз бе, Алла келтіріп жатыр. Бірден уайымдап жатыр. Уайым. Міне осы уайымға түйсікке негізделген тәубаны тәубатун насуха деп атайды. Шынайы тәуба дейді. Түсінікке, жалпы білімге, риуаяттарға негізделген негізінде, уағыздың негізіндегі тәубаны ол жай тәуба. Өйткені ол тәубадан кейін мен қайтып істеймін. Көрдіңіз ғой, ана түйсікке қонған жоқ. Бізде мысалы біреу ақыл айтып жатқан кезде бір түйсіксіз, түйсік жоқ па деп айтады ғой. Яғни бірнеше рет айтқыза берген жерде түйсік жоқ деген сөз. Иман болса да. Ал бір айтылған нәрседе бірден қабылдау түйсік бар деген сөз. Міне сол түйсік осы құранмен дос болса, не бір жемістер шығарады жердің бетінде. Ал ол болмаған жерде біресе шығады, біресе шықпайды. Әртүрлі бір жағдай болып жүре береді. Тәубада тұрақсыз. Міне сондықтан мен уайымдамаған жерімді Алла Тағала уайыммен толтыртады. Осы нәрседе біз сол нәрсені дұрыс түсіну керекпіз. Әрдайым мәмілеңізде жүрген кезде біреуді кешіре алмаған кезіңіз сізге қайтады. Сіз оны уайымдаған жоқсыз. Кез келген қателікті уайымдау парыз. Тәуба деген сол жерде жасырынып жатыр өзі. Шынайы Алланы тануыңыз, байланысыңыз, шынайы ақыреттен қорқуыңыз сол жерде тұр. Егер уайымдамасам, бола береді, күллі нәрсе жүре береді, солай болды. Сосын уайымдайтын уақытта Алла Тағала әкеледі, салады мені сол нәрсеге қарай. Міне. Кезіндегі салихалардың өздері айтады, бір қарызға кіріп кеткен кезім, өйткені біреудің экономикалық жағдайына бір жағдай жоқ нәрсе болған үшін, осы бір адамда бір тақыр болып жүре береді екен деп айтып қалған үшін 40 жылдан кейін Алла Тағала мойныма қарыз ілді дейді. Сонда 40 жыл бұл мұрсат екен Алла Тағала. Өзіңіз ойлаңыз, жаңағы уайымды уайымдауға уақыт береді екен. Мен оны уайымдамай жүрмін деген нәрсе. Сол уайымдамаған нәрсе мені сиратталеді. Сол күршек. Дайын тұр ол. Сондықтан өз ара жүрген кездерде қателік жасалды ма? Уайымдаңыз бірден қателікті. Бұл жігіттің мінезі осы, ақылдың мінезі осы. Иманыңыз дұрыс жұмыс жасайды. Міне осы жерде жаңағы Алла Тағала Мұса пайғамбарға айтып отыр. Сол кезде сен қателікпен бір кісіні өлтіріп қойдың да, сосын қатты уайымдадың, біз сені уайымнан құтқардық. Және сені бала сәби күніңнен қаншалаған сынақтардан өткіздік дейді. Өмірінің күллі өмірі сынақ болды. Сәби кезінен бастап өмірі қауіпте болды. Алла Тағала құтқарып әкелатыр. Фәләбисті сенина фи әхли Мадияна. Сөйтіп Мадиян елінде бірнеше жылдар кідірдің, сол жақта үйлендің. Міне сөйтіп отбасыңмен сапарға шығып келе жатқан кезіңде жаңа туа ойпатындағы отты көріп, сүммә жи'та аля қадарин я Муса. Осылайша пайғамбарлық міндетіңді мойныңа қабылдауға
сол тағдырға да келіп жеттің, ей Мұса дейді. Вастанатука ли нафси. Мен сені өзім үшін жасадым. Алла Тағаланың қамқорлығында болуы сәби күннен мен сені өзім үшін жасадым дегені осы елшілігімді арқалайсың. Бұдан түсінетін нәрсеміз кез келген елші пайғамбар өмірі толығымен Алланың жолына пайдаланған. Толығымен. Секунд, сағатына дейін күллі нәрсе. Ол өмірлердің ішіндегі ең керемет өмір Алла Тағаланың разылығы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның ғұмырымен Алла Тағала Худ сүресінде уәлә амрука, сенің ғұмырыңмен ант етем деген. Ғұмыр толығымен Аллаға берілу. Өзім үшін жасадым деген нәрсені түсініңіз да. Ер адамда осындай нәрсеге қызығу керек. Мен өмірімді Алла Тағала үшін өмір сүргім келеді. Алланың діні үшін, Аллаға ұнайтын амалдар үшін. Ол халықтан ажырап кетпейсіз, өйткені Алланың сүйетін амалдарының барлығы мәмілемен байланысты. Қоғамдық өмірмен байланысты да ол. Жеке бір бұрышта өмір сүретін өмір Аллаға әсте керек емес. Өйткені Алла Тағала пайғамбарымызды Хира үңгірінде уахиді түсірді де, сосын ана қауымның ішіне бар деп кіргізіп жіберді. Сондықтан адамның мына сөз, мысалы Алла Тағаланың өте үлкен сыйлық болып тұр ғой. Мысалы, сені өзім үшін жасадым дегенді өзіңіз ойлаңыз. Алланың махаббатына бөленген, Алла үшін өмір сүреді. Осылайша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға да Алла Тағала Анғам сүресінде былай деп айт дейді. Мақсатың, ұраның, жолың. Кул инна салати ва нусуки ва махияя ва мамати лиллахи раббил аламин ла шарика лаху ва бизалика умирту ва ана ауалул муслимин. Айт былай, ей пайғамбар. Айқын болсын мақсатың дейді. Өзің үшін де, халықтың арасында да. Расымен де менің намазым, менің Алланың разылығын іздеп шалып атқан құрбаным, тағы да басқа шариғи рәсімдерім, менің өмірім, қараңыз, менің өлімім, күллісі әлемдердің Раббысы Аллаға арналған деп айт дейді. Мынау аяттың тәпсірі ғой жаңағы. Көрдіңіз ба? Қандай кең ашып жатыр. Осылай мен бұйырылғанмын. Раббымның серігі жоқ жүрегімде. Алланың разылығы солай қойылған менің өмірімде деп таныстырып жатыр. Өте биік. Ешкім жарысамайды менің жүрегімде Алламен. Алла Тағаласын қалай? Міне осы жүрек. Мен өзім үшін жасадым деген нәрсе сөйлеп жатыр. Сосын енді ол адамның өмірі ол ойлағандай болмайды. Мәселелер ол ойлағандай жүрмейді. Күллісі Алла қалағандай болады. Алламен бірге сабыр ету деген мағына келеді. Алла үшін сабыр ету деген мағыналар келеді. Алланың сүйген істері, жағдайлары саған сүйкімсіз бейнеде келеді. Қараңыз, мүлде басқаша. Нәпсіге шанс болмайды. Жол осындай өте үлкен. Осы жерде ойлаңыз, Алла Тағаланың пайғамбарлары, елшілері, барлығын Алла Тағаланың сәлемі, салауаты болсын. Қандай үлкен өмірді сүргенді. Міне сөйтіп таңдады да, енді Мұса кеше отбасымен, жақын туысқандарымен көрісу, анасымен, Харунмен көрісу деген кәдімгі біздің бір мақсаттар секілді мақсатпен келе жатқан еді. Міне қазір Алла Тағала оған күллі ғұмырын айтып берді. Қалай сен келдің дүниеге, қалай жасалдың, жағдайың қалай болған, осының барлығын мен сені өзіме арнап жасадым. Енді бұйрық басталады. Өзім үшін таңдадым деген не? Идхаба анта. Бара ғой сен де, ва ахука, және сенің бауырың Харун, би аяти. Менің мына аяттарыммен, асат аяқ, қолдың ағаруы,
тағы да басқасын Алла Тағала сол елге барған кезде қосып береді. Сен де бауырың да бара ғой менің мына аяттарыммен дейді. Айқын дәлелдер. Мұғжизаның мұғжизалығы сонда, мұғжизаны көрген кезде оны өзі ішкі дүниесінде күллі адам мойындайды екен. Тек содан кейін бөлінеді. Әркім ішкі дүниедегі бұрынғы мақсаттарына байланысты. Қабылдай ма, қабылдамай ма? Теріске шығара ма, өтірікке шығара ма, тәсілдер қоса ма, жоқ қабылдай ма? Уәлә тәния фи зикри. Сонандай үлкен мағынаны қосады. Екеуің мені еске алуда, екеуің мені зікір етуде селқостық танытып жүрмеңдер. Қараңыздар. Кемшілік жасап жүрмеңдер. Зікірден үзіліп қалмаңдар дейді. Тек қана жаңағы мұғжизаларға сеніп қалма сен. Мен сені таңдадым, сенің жүрегің мені еске алумен болу керек. Менсіз түк бітірмейсің, ей Мұса, тіпті асатаяқпен болса да. Екеуіңнің негізгі қуатың қандай да бір қиын жағдай кеп қалған кезде өзіңді өзің жоғалтып алмауға көмектесетін, маған деген сеніміңді жалғастыруға көмектесетін, яғни Алланың жәрдеміне деген сенімге. Сен ол үшін зікірден үзілмеу керексің дейді. Өйткені солай жаратқан Алла Тағала бұл дүниеде адамдардың жүректерін, солай қалаған. Ешбір нәрсе бұл дүниеде адамның жүрегіне тыныштық әкеле алмайды, Алланы еске алмайынша. Әла бизикриллахи татмаиннул қулуб деп Алла Тағала айтқандай, тек қана Алланы еске алумен ғана жүректер орнығады. Небір күйзелістердің ауру келген кезде, тағы да басқа әртүрлі проблемалар келген кезде, тек қана Алланы еске алумен ғана жүрек орнығады. Басқа ешкім ол жүректі орнықтыра алмайды. Ешбір жаңа жердің бетіндегі психолог ол жүрегіне тыныштық әкеле алмайды. Өйткені Алла Тағала солай жасаған. Мені еске алмай тыныштық таппасын бұл жүрек деп. Бітті, ол қағида. Кеше әуелгі Мұсаға өзін таныстырған кезде Аллах Тағала ақимис солата ли зикри деді. Намазды тұрақты атқар, ей Мұса, мені еске алуың үшін. Одан кейін Мұса Раббысына дұғаларын жасап, Харун бауырын көмекке жәрдемші етіп сұраған кезде, сондай-ақ көптеген ішкі дүниесіне байланысты, иманына байланысты құндылықтарды сұрап атқан кезде, осының бәрін сұрап атқандағы сырын айтты. Кай нусаббихака касиран, сені көп дәріптеуіміз үшін, ва наскурака касиран, сені көп еске алуымыз үшін деп. Ең құрал, Пайғамбар саласымды айтады, құлдың жасап жүрген амалдарының ішінде дейді, Алланың азабынан ең құтқаратын амал ол Алланы еске алуы дейді. Бір сахабалардың айтқандай, Алланы еске алудан тілің қорғап қалмасын дейді. Мысалы, майлап тұрамыз ғой, мысалы, бұлынан май кетсе не болады? Соны айтып жатыр, тіліңнен зікір кетпесін дейді. Осы үшін о баста елу намазда бұйырылған сол. Кейін бешеу қылтта елудің сауабын берем деді, бірақ екі намаздың арасында зікірсіз жүруіңе болмайды. Солай қалады. Фаиза қудиятис солату фанташиру фил арада дейді жұма намазында мысалы. Намаздардың қашан намаз аяқталған болса, жердің бетіне тараңдарда Алла Тағаланың ризығынан іздеңдер де, васкуруллаха касира. Сондай Алла Тағаланы көп еске алыңдар, сонда ғана табысқа жетерсіңдер дейді. Көбісі 5 уақыт намаздың арасында еске алу деген нәрсе. Бағанаға проблема да болмайды. Сіз біреуге қарыз алған кезде, сіз уайымдай алатын боласыз. Егер ол болмаса, бейқамдық кетеді. Өз солай жасаған. Не Алланы зікір етесің, не бейқамдық. Ғафлет деп атайды ғой. Ғафлетун. Зікірдің қарама қарсы мағынасы. Ғұламалардың Абу Дарданың айтуынша, мысалы,
кез келген нәрсенің ағартушысы бар дейді. Ағартатын, жылтырататын, полировать ететін нәрсесі. Жүрекке тат түсіретін нәрсе ол бейқамдық пен күнә дейді. Яғни Алла тағаланы зікір етпей жүрген болсақ, жүрекке дат жабыса береді екен өзі. Күнә жасап, күнәдан кейін жаңағы уайым болмаса, бірден дат түсе береді екен. Не оны ағартады деген кезде Абу Дарда айтады: Алладан кешірім сұрауың ағартады, және Алланы еске алуың ағартады дейді. Сол Алланы көп еске ала берген кезде жаңағы даттар жуылады да, имани сезімің қайтады, формаға келеді. Сол кезде жыласаң да дұрыс жылау болады ол. Сол кезде мысалы Алла тағала өзіңді ашсаң да дұрыс ашу болады. Күні сол Алла тағаланы еске алу арқылы ол ағарады. Сыйлығын қараңыздар. Фаскуруни аскуркум дейді Бақара сүресінде. Мен еске алыңдар дейді. Сыйлығы не? Мен сендерді еске алам дейді. Міне зікірдік мақсаты не? Алла сізді еске алу керек. Неге? Сіз мұқтажсыз. Біз мұқтажбыз, біз ісіміз жүрмейді дейді. Ол бірдеңкені бөгесе, оны қайтаран қозғалысқа келтіре алмайсың. Пайғамбарымыз солай жақындайтын Алла тағаласына дұға жасағанда: Аллахумма ла муътия лима манахта. Сен бөгеген нәрсені беруші жоқ қой, бітті. Бірақ еске аласың, жалынасың, бөгеген нәрсесін ашады. Көрдіңіз ба? Сен беретін нәрсені ешкім бөгей алмайды. Сен Алланы еске алып жүрсең, біреулер бөгейім десе, бөгей алмайды. Қағида солай. Валя басита лима қабатта. Сен тартылған нәрсені ешкім молайта алмайды. Көрдіңіз ба қағида қалай? Сен молайтқан нәрсені ешкім тарылта алмайды. Валя муқуррима лима бағатта. Сен алыстатып жіберген нәрсені менен ешкім жақындата алмайды. Сен жақындатқан нәрсені ешкім алыстата алмайды дейді. Қараңыз, пайғамбарымыз қалай жалынады, жалбарынады, қалай мақтап жатыр. Осыны дәріптеу дейді Алланы. Аллаға жақындау, есігін қаққылау. Міне сондықтан ең маңызды нәрсе осы болғандықтан, өйткені бұл елшілік қызметін атқару өте үлкен қиындық, өте үлкен жауапкершілік, оның жолында қиындықтар өте үлкен болады. Сол қиындықтардың кезінде мойымауға, әлсіздік танытпауға, сол нәрселерге бәріне көмектесетін нәрсе осы Алла тағаланы еске алу. Сондықтан Алла тағала бірден айтты: бар енді сен, ей Мұса, және анау бауырың Харун, менің осы аяттарыммен Мысырға, сондай-ақ уәлә тәния фи зикри, мені еске алуда үзіліп қалмаңдар, осалдық танытпаңдар. Сосын Мұса Мысырға келгеннен кейін Харунмен сөйлесіп, жағдайдың бәрін баяндайды. Сөйтіп енді сол Мысырда өмір сүретін мақсат пайда болады. Бұрын жоқ еді ол мақсат. Алла тағала мақсатын жаңартты да, мақсат пайда болды. Қай мақсат? О баста Алла тағала адамзатты не үшін жаратса, сол үшін өмір сүру мақсаты. Ажырап қалған еді күллі адамзатты. Сонда жаңағы Мысырға келіп, Харунмен соны сөйлесіп түсіндірілгеннен кейін Алла тағала екеуіне мына бұйрығын түсіреді: Изхаба, екеуің де барыңдар, иля фирғауна, фирғауынға, иннаху тоға, ол шынымен де шектен шығып кетті. Шектен шыққан нәрселері, қарамағындағы нәрселерді таптарға бөлу, құл қылу, өлтірем десе өлтіре салу, бауыздайым десе бауыздай салу, күн қылам десе күн қыла салу. Сондай-ақ оның ең шектен шыққан жері адамдарды өзіне солай қанап, мен құдаймын деді. Мен сендердің ұлы раббыларыңмын деді. Менен басқа тәңірлерің жоқ деді. Бұндай сөзді айтқан кезде Алла тағала
сол сәтте құрта салуға пәрмені жетеді. Бірақ Алла тағала бізге керемет бір мінезді үйретуді қалайды. Сен асықпа үкім айтуға. Бәлкім білмейтін шығар, бәлкім білім жетпеген шығар. Алланы таныстырып көрейік, Алланың құдіретін таныстырып көрейік. Сондықтан Алла тағала жақсылығымен жеңеді ғой, жақсылығымен. Осыны Мұса мен Харунға үйретіп жатыр. Өйткені анандай адамға қатты сөйлеп жіберуге болады сияқты. Бірақ ол дұрыс емес дейді, ол тәсіл. Сөйтіп өзінің тәсілін ұсынады. Алла тағаланың айтып отқан тәсілі бағанаға түйсік болған жер, түйсігі дұрыс адамда ғана жұмыс істейді бірден. Ол түйсік болмаса, жалпы түсінудің негізінде адам бәрібір өзіндікі дұрыс деп жүре беруі мүмкін. Бұл мұсылманда да бар. Сондықтан Алла тағала жарағандай залым адамға екі елшісін жіберіп, мұғжизаларын беріп, қараңыздар қандай нәрсе айтып отыр. Фақуля лаху қаулан лайхина. Екеуің оған барыңдар да, екеуің оған жұмсақ сөз сөйлеңдер дейді. Бір түрлі сияқты. Проблемаларды күшпен шешіп жүрген адамға мынау сөз әлемдердің Раббысы айтып отыр. Қалай тәрбиелеп отыр? Дін сенікі ме, менікі ме дейді. Дін Алланікі. Сен менікісің бе, өзіңдікісің бе? Сенікімін. Алланың білімі шексіз бе? Шексіз. Дана ма? Дана. Сен ше. Алланы үйреткенін ғана білеміз, үйретпегенін білмейміз. Сенің даналығын күллі нәрсені қамтыған ба? Жоқ. Сенің көзқарасың күллі нәрсені қамтымаған. Алла күллі нәрсені біледі. Алла тағала біледі, ол перғауынның иман келтірмейтінін. Бірақ Мұса мен Харун білмейді ғой. Біз білмейдіміз ғой. Олай болса, Алланың тәсілінің дұрыстығын сіз сол Алла тағала айтқандай істеу арқылы Алланың адамзатқа жақсылықты ғана қалайтындығын көрсетесіз. Қателестің ба? Түсінеміз қателескенде. Қылмыс жасап қойдың ба? Түсініледі, қылмыс жасап қойған. Ең басты бүгін сөз айтылған кезде түсіндім, Раббым қойдым деген сөз келсе, онда ғана бүкіл ғұмырының бәрін жуамыз, білімсіз болған деп құр. Көріз ба? Соқтан Алла тағала осылай екеуін жіберіп, сендей оған барыңдарда, оған жұмсақ сөз сөйлеңдер дейді. Лағаллаху дейді сосын. Бәлкім ятазаккару. Бәлкім есін жияр. Раббысын таныр. Екеуін сөйлеп бастаған кезде жұмсақ сөзбен. Бәлкім ол мен білмеппін ғой деп айтар. Енді білдім деп. Бәлкім сен бұрынғы тарихтағы Аллаға иман келтірмей қарсылық жасағандардың тарихынан немен аяқталған есіне салсаң, бәлкім ол секем алар, қорқар. Мен де солай аяқталып қалып жүрмейін. Міне сонда насихат жасап жүрген адам осы ниеттен аспайды. Үкім шығаруыңызға болмайды. Егер үкім шығаратын болсаңыз, Алладан оздыңыз деген сөз. Сол үкім шығарып алған күйіңізде тастап қоя салады, болды. Ары-қарай түсіне алатындай жағдай болса, түсінерсіз Алланы рахымымен. Әйтпесе сол қателікпен тисе терекке, тимесе бұтаққа деп жібере беруге болады. Не, сондықтан осы нәрсені жақсылап ұғындырды. Ең залым адамға барып сөйлеудегі сөздің сипатын түсіндірді. Ондай залым болған жоқ шығар тарихта. Бәлкім есін жияр, не қорқар, не секем алар, не Алланың ұлылығына көзі жетіп қорқар. Осы жерде бір нені келтірсек, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям
Мединаны хижрат отанына қарай қоныс аударуға дайындап жатқан кезде, ол жақта ансарлар иманға келгеннен кейін Алла Тағала ол жаққа Мусаб ибн Умайрды жібереді. Мусаб ибн Умайр Мединаға келген кезде, сонда халықты ақырын насихаттап жүреді. Асғат ибн Зарара деген ансарлардан бірі оны өзінің үйінде орналастырады. Сөйтіп Асғат ибн Зарара Мусаб екеуі шығып, сөйлесуге мүмкін болатын адамдармен сөйлесіп, дінді ұсынып атады. Сол кезде Сағат ибн Муаз, Усайд ибн Худайр деген екі көсем болады. Абырой деген екеуінде үлкен қоғамда. Алдында жалпы енді бәленбай ғасырлар, жаңағы бәленбай жыл, 100 жыл мысалы тек соғыстан көз ашылмаған болатын. Батырлық та жетеді, өжеттілік те жетеді. Сонымен Сағат ибн Муазға ұнамайды. Жаңағы Мусаб пен Асғат ибн Зорараның халықты бір нәрсеге шақырып жүргендігі. Соны Сағат айтады, мына екеуі, мына елде не істеп жүр? Қуу керек мына екеуін дейді. Мына өзіміздің халықты адастырып кетпесе болды өзі. Сондықтан Усайд ибн Худайрға айтады, сен барып оларға айтты кәдімгідей. Үркітіп, кәдімгідей зекіп, бір ұстап сол қатты айтты оларға. Кетсін бұл жақтан деп. Мен өзім айта алмаймын, өйткені Асғат ибн Зарара маған нағашы болып келеді дейді. Сондықтан сен барып айт деп, сөйтіп Усайд ибн Худайр найзасымен келе жатыр ғой енді. Әнжеден Мусаб ибн Умайр мен Асғат ибн Зарара отыр. Сөйтіп екеуіне қарай келеді да, найзаны жерге қадайды. Ананың барлығы не ғой енді? Қорқыту ғой. Сөйтіп найзаны жерге қатты қадап, бірінші қорқыту, шок беру. Мүмкін содан да тұрып кетіп қалар дегендей. Асғат ибн Зарар айтады, мынау Усайд ибн Худайр өзінің қауымның арасындағы көсем кісі, бұған бір жақсы сөздеріңді таңдап сөйле дейді. Күнік жаңағындай. Не сендер не істеп жүрсіңдер екеуің бұл жерде? Елдің адастырып кетіңдер. Сосын жаңағы Мусаб ибн Умайр эмоция жоқ ешқандай. Пайғамбарымыз тәрбиесінен өткен, Алладан басқа ешкімнен сескенбейді, қорқып болған Меккеде. Ол адамды таниды. Мұсылман ең бірінші орында адамды тану керек. Адам осындай да болуы мүмкін, андай да болуы мүмкін, мындай да болуы мүмкін. Не үшін? Сіз оны түзеу үшін. Сіз оған айыптағы бе мынандай деген сөз үшін емес ол. Сондықтан сіз отырсаңыз қалай болады? Мен сізге айтатынымды айтайын. Көңіліңізге жағып жатса, аларсыз. Көңіліңізге жақпай жатса, бұл дінде мәжбүрлік жоқ. Жек көру жоқ. Мынауың әділ сөз екен деп отырады. Ал енді сөйле деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Құран түсірілгеннен кейін Мусаб ибн Умайр шамамен осының бір 70-80 сүрені біледі жатқа. Меккелік кезеңдегі. Мына оқиғалардың бәрін біледі. Кіммен қалай сөйлесу керек? Сөйтіп Құраннан әдемі бір аяттарды алып, Алла Тағала бұлай дейді. Сөйтіп аяттарды айтып жатыр. Біз көбінесе аяттардан бұрын өз сөздерімізді сөйлейміз ғой. Жүректен шығып жатыр деп жібере береміз да, ол болмай қалуы мүмкін. Сондықтан ол мәселе, Алла Тағала не үшін Құранды түсірді? Егер сіз күшенетін болсаңыз. Сондықтан Алла Тағаланың Құрандағы аяттары сол сізге берілген байлық. Өйткені ол дайын түсіріп қойған. Мынандай адамға мынандай мағынадағы аяттарды айтты. Мынандай адамға мынандай мағынада мен сөйлесейін дейді оны мен. Мені көтімді ғой дейді, сол үшін түсірдім деп тұр Алла Тағала.
А біз енді өзімізше сөйлейміз, өтпей жатқан сияқты. Сосын сіз ол жерде білу керексіз, оның жалпы енді сол исламға дейінгі өмірі, мысалы тек қана толып тұр ғой, ол негізі. Толатын нәрсеге толып алған ол. Ол сол себептен күліп жүр ғой жердің бетінде. Түсінесіз бе? Ол бір тура жол іздеп жүрген деген нәрсе, тура жол өзінің адасып жүргенде білмейді. Сондықтан да бір кішкентай ғана грамм тұрады мына жақта пайыз. Сіз сол жерге дейін бере аласыз оны. Ары қарай беруге болды, бере алмайсыз. Бұл сыртқа төгіледі бәрібір. Не үшін Алла Тағала сондықтан меккелік кезеңде алғашқы уақытта оларға аяттарын түсіргенде қысқа сүрелер түсті. Өйткені одан артық аламайды адам. Қашан жаңа сахабалар иманға келіп, Құранға ғашық болып, байып атқан кезде ұзын сүрелер кетті мынандай, мысалы. Мен сондықтан жаңағы кімге Усайд ибн Худайрға Құранның аяттарынан беріп. Усайдтың жүзі күлімдеп нұрланып келеді өйтіп. Сол Асғат ибн Зарар қасында тұрғай, әй, кетті-ау деп қатырды. Нұр кетті-ау жүрегіне депті. Енді олар мақсат сол ғой, Алланың сөзіне. Сөйтіп Усайд ибн Худайр айтады сөзде. Мынау не дегендің өзі дейді. Істеу керек, кіру үшін дейді. Сонда Мусаб ибн Умайр Алла Тағаласы мақтап айтады. Барасыз да толық бір жуынып келесіз. Тап-таза бір киіміңізді киіп келесіз. Сосын ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мухаммада Расулулла деп айтып, 2 ракағат намаз оқып жүресіз. Бірден пісіру керек ыстық кезінде. Тура солай істейді. Енді Усайд ибн Худайр мақсатқа кірді. Бағана басқа мақсатта жүреді ол. Сөйтіп келіп айтады, Сағат ибн Муаз деген мықты кісі бар дейді. Егер ол кірсе, күллі артындағы Абдул Ашхал руы толық кіреді дейді. Ол енді бұлай оңай келе қоймайды, мен енді өзім ұйымдастырайын, бірдеңке бүйтіп алып келейін дейді он. Сөйтіп әйтеуір бірнеше күнде бүйтіп жүріп сағатты алып келеді жаңағы жерге. Ол да жаңағындай бүйтіп немен отырады басында. Сосын Мусаб ибн Умайр Құран сөйлейді. Адамдарға сол адамдарды Құранмен беттестіру керек. Өйткені бізде өзі мінез бар, не бар, қателіктер бар. Біз беттескенмен біз көп нәрсе бере алмаймыз. Оны пәк нәрсемен беттестіру керек. Алла Тағаланың аяттарда өз сөйлеуіндегі мағыналары барлығы өз адамның, күллі адамзаттың несін қамтып тұр өзі. Сондықтан да пайғамбарымыз Құраннан басқа нәрсені сөйлемегенде. Сондықтан ол Құранға дейін хат жазбаған, хат танымаған, ол оқуда, сызуда білмеген еді. Сөйлейтіні тек осы болсын деп Алла Тағала. Міне сондықтан бұны адамдарға бір жақсылықтарды үйрететін кезіңізде, намазға, тағы да басқа нәрселер түсіндірем деген кезде, осы нәрсе арқылы сөйлеңіз. Сағат ибн Муаз келеді. Мусаб ибн Умайр оған да Құранның аяттарын оқып ұсынып, қалай қабылдаймын дінді дейді. Сөйтіп жаңағы Сағат ибн Муаз сол жерде жаңағы жуынып келіп, таза киіммен келіп, куәлік сөздерін айтып, 2 ракағат намазын оқып, қауымына барады ғой. Қауымына барады да, мені кім деп танисыңдар дейді. Енді қауымының несі ғой, көсемі ғой. Еркек, әйелі күлісі жиналады. Сен біздің ішіміздегі ең зерексің, ең ақылдысың, ең жанашырысың осы жердегі. Онда Алла Тағалаға иман келтірмейінше ешбір ерде, әйелме де менімен сөйлеспей қойсын дейді. Положениясын қалай пайдаланды? Күллісі ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мухаммада Расулулла деп айтты. Тек Усайрим деген бір кісі, іштерінде біреуі сол ғана кешігіп ойланып жүреді. Сол Усайрим пайғамбарымыз әскермен Ухуд шайқасынан шығып кеткен кезде, ол бір жолаушылықпен сапардан келіп Мединаға кірсе, ру жоқ. Сағат ибн Муаз қайда? Ухуд жақта. Пәленше қайда? Ухуд жақта. Пәленше қайда? Ухуд жақта.
Ашхаду ан ла иляха иллаллах, ашхаду анна Мухаммад расул. Ең соңғы Абдус Ашхалдағы бүтіндей 100% қабылдайды ғой. Усайрим сол бетінде жаңа неге Мединаға, неге Ухудқа барып, шайқаста қаза табады, шейіт болады. Сол жараланып жатқан кезінде Сағат ибн Муаз қасынан өтіп, сен не істеп жүрсің бұл жерде дейді. Сен не үшін келдің? Қауымың тағы да бір басқа бірдеңелер, мағыналарды келген жоқсың ба өзің мына жерде дейді да. Өйткені олар оның алдында Қузман деген мен қауым үшін жүрмін деп неткеннен бұлар қорқып қалды. Сосын айтады, мен Алла мен елшісі үшін келдім, мен мұсылманмын. Келдім, пайғамбарға жолықтым, айттым да кіріп кеттім деп сол жерде жаңа шейіт болады. Сонда қарасаңыз, осының барлықтары сол жаңа Мусаб ибн Умайр тәсілді көрдіңіз ба, сөйлесу мәселесі. Сондықтан Алла Тағала жұмсақ сөз сөйле деді ма, сол мінезден аспаңыз. Сосын адамның жаңа мінездері, қойшы, бір нәрселерді айта бересіңдер деген сөздер сізді қозғай алмау керек. Қозғай алмау керек. Сен ақиқат түсініп жатсың ғой, ақиқат түсініп жатқан адам қозғалып кетсе не болады? Ақиқат мұқтаж емес қой. Оны күшеніп сөйлеуге, немесе жаңағындай бір дауыстап сөйлеуге, ол хақ қой ол. Сіз жеткізесіз. Сосын Алла Тағала өзінің әмірін түсіреді сол жерге. Мен сондықтан осы қағидаларда бұлжытпай орындау керек болды. Мұса мен Харун солай істеді. Тек Мұса мен Харунның бір қауіптенген нәрсесі болды. Қала Раббана, екеуі де айтты, Раббымыз, иннана нахафу, біз қауіптеніп тұрған бір мәселе бар. Ан яфрута алейна ау айятға, біз сөйлеп бастамай жатып шап бере ма деп, не одан да бетер шектен шығып өлтіріп қоя ма деп біз қауіптенеміз. Сөзіңді жеткізіп үлгермейміз ба деп қорқамыз дейді. Өздері үшін қорқып тұрған жоқ. Істі мүлде бастатпайтындай қылып істемей ма? Сонда Алла Тағала екеуінің жүрегіне тыныштық береді. Қала ла тахафа, екеуің бұл мәселеде қауіптенбеңдер. Иннани маакума, сыйлықты қараңыз қандай. Расымен де мен екеуіңмен біргемін дейді. Міне, егер мұсылманның жүрегіне кез келген сынақ қауіптің кезінде осы аят жүректе бола алса, бізден бақытты адам жоқ. Қараңыз, күмәннің күллісін алып тастайтын мағынада иннани, расымен де мен екеуіңмен біргемін. Асмағу ва ара, естимін, көремін. Осыдан артық сөйлемейді. Имтихан жүзеге асу керек өйткені. Яғни былай деп айтпайды. Егер былай істеп жатса, былай істеймін деп. Егер былай істеп жатса, былай істеймін деп айтпайды. Аллаға сендіру, Алламен бірге сабыр ету, естимін, көремін. Сосын қайтадан жаңағы нәрсені қозғайды. Фәтияху, ал енді барыңдар енді екеуің. Фақула, сөздеріңді былай бастаңдар. Инна расула раббика. Перғауынның алдына барғаннан кейін, расымен де біз екеуміз, Мұса мен Харун, сенің Раббыңның тарапынан жіберілген елшілеріміз. Қалай бастады? Сенің Раббыңның тарапынан. Жүректі қалай алып жатыр? Раббымыздың демейді. Сенің Раббыңның. Сені жаратқанның, сені жасаған, сені осы күнге дейін жеткізген, мағыналардың бәрі кетіп отыр ғой. Сені осы күнге дейін тамақтандырып келген, саған осы билікті берген. Сенің Раббыңның тарапынан жіберілген елшілеріміз. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. Исраиль ұрпақтарын бізбен бірге жіберсеңіз, оларды азаптамасаңыз. Раббыңның бұйрығы солай. Әрине бұл сөздер
Перғауынның несіне қабылданбайды. Қоя беріңдер мені, өлтірейін Мұсаны деген сөздер болады. Бірақ Алла тағала жол бермейді өлтірілуге. Сондықтан ол құр сөз болып қалады, қайтадан орнына отырады. Адамзат Алла тағаланың мүлкі. Қай жерде жол беріледі, сол жерде істейді. Қай жерге жол берілмейді, түк істей алмайды. Егерде сен менен басқа тәңірді тұтатын болсаң, ей Мұса, дейді. Халықтың алдында авторитетін жоғалтып алмау керек. Сенің Раббың деген сөз ұнамай тұр. Өйткені ол мен Раббым деп тұр ғой. Халықтың алдында, күллі қауымның алдында, әскердің алдында құлап қалмау керек. Егерде менен басқа тәңірді тұтатын болсаң, онда мен сені абақтыға қамаймын. Ең бірінші Мұсаның тәсілінде біліммен сөйленеді. Айтылу керек нәрселер айтылады, жұмсақ түрде. Сосын Алла тағала енді аяттарыңды көрсет деген нәрсеге келтіреді. Жаңағы мен сені абақтыға қамайым, сен өлтірейім деген кезде Мұса айтады. Раббыңның тарапынан құдіретінің белгісін алып келдік. Мұғжиза. Қайтаран қайтылайды. Сенің Раббыңның тарапынан оның құдіретінің белгісін, мұғжизаны алып келдік. Сөйтіп, насихат басталып, жаңағы мұғжизалар көрсетіледі. Сонда Мұса мынандай нәрсені айтады. Вассаламу аля мен иттабағал худа. Біз Раббының тарапынан тура жолмен келдік. Алланың ұсынып тұрған нәрсесі тура жол. Сенің мүлкіңе, затыңа еш нәрсеңе тиіспейді, со бетінде қалады. Егер тура жолға ерсең, Алла тағала басыңа, еліңе бейбітшілік түсіреді. Мынау одан сайын артады. Инна қад ухия илейна аннал азаба ала мен каззаба ва тавалла. Сондай-ақ екінші қыры бар бұның, дейді Перғауынға. Бізге уахи етілген тағы бір ақиқат. Кімде-кім теріс айналатын болса, жаңағы мұғжизалардан кейін, өзіне айтылған Алла тағаланың сөздерінен кейін, теріс айналатын болса, өтірікке шығаратын болса, онда оған Алланың азабы түседі, дейді. Екі нәрсе тұр. Қуандыру, ескерту, қорқыту. Уағыздың жаңағы құралдары. Бәлкім қорқар, секем алар. Күллі халықтың алдында осылай тұрғаннан кейін Перғауын енді сөзден сөз тұрғысынан да, жаңағы мұғжиза жылан болып Перғауынның өзіне көрсетілген кезде, тақтың үстінде отырады ғой енді бүйтіп. Анау үлкен жылан шыға келген кезде, асат аяқ Мұса тастаған кезде. Бүйтіп аяғын жинап алады тақтың үстіне. Бұның барлығын жуу керек енді халықтың алдында. Мен құдаймын деп жүрген адам мысалы. Сөйтіп, Мұса пайғамбар оған сөйлегеннен кейін, мына ақиқатқа көз жеткізейік, мұғжизаларды көрсеткеннен кейін, мүмкін емес екен тура жолды қабылдамау. Күллісін дайындап әкеледі деген Алла тағала. Көзің жетті, түсін ба? Ішкі дүниеңде адамдар білмейді көзіңнің жетіп тұрғанын. Алла тағала сол мәселені түсіндіріп айтады. Ваджахаду биха. Көздері жете тұра қарсы келді ғой, дейді. Өйткені өзінің құрып келатқан нәрсесі, осы күнге дейін осындай өмір сүріп, осындай болып жүрген нәрсесінен ажырағысы келмеді. Сол нәрсе оның ақиқатты мойындауға қарай апармады. Вастойқанат канфусукум дейді. Алла тағала куәлік беріп жатыр. Жан дүниелерінің көзі жетті дейді. Қараңыз.
зульман ва улуа. Алайда өтірік бұл деген сөзді дейді, зұлымдықпен айтты дейді. Және тәкаппарлықтан асқақтап кеткенден айтты дейді. Сонда көзді жеткізу Тағаланың жақсылықты кәдімгідей әкеп тірейді екен ғой, міне. Болды, ішкі дүниеңде келіп тұр, болды, келіп тұр. Қабылдау ғана қалды. Соны қабылдамай итеруді күпірлік деп атайды. Күпірлік дегенде жаңағы көз жетпей, сондай деген нәрсе емес, көз жетеді. Сосын сол жеткен, көзіңнің жеткен нәрсесін сезімді жасырып, сырттағыларға. Тәкаппарлығыңда өзіңнің ұстап жүрген жаңағы идеологияңды сол нәрселерді қарай. Соны жақтап кетуді. Осы жерде перғауынға мынандай қулық келеді. Тәкаппарлығын әр жерден байқауға болады. Қала фәмән раббукума я Муса. Сенің Раббың деп сөйледі ғой Мұса. Бірнеше мәрте. Сенің Раббыңның тарапынан жіберілген елшіміз, сенің Раббыңның тарапынан мұғжизаларды алып келдік деген кезде, ана халықтың алдында да өзінің беделін жалғастыру, сондай-ақ мойындамауы ақиқатты. Не айтар екен енді қазір? Ей Мұса, екеуіңнің Раббың кім? дейді. Негізі оған сенің Раббың деді ғой. Сұрақты қарасаңыз, менің Раббым деген кім ол? деп қойылу керек. Міне. Алайда екеуіңнің Раббың деп тұрғаның кім? Көп сөйлемейді екен елшілер. Мұсаны қараңыз. Қоля Раббуна ләзи аъта күллә шейін қалқа. Сүмма хада. Раббымыз дегеніміз, ол күллі жаратылысқа өзінің болмыс бітімін беріп, оны жолға салған дейді. Енді мына аят негізі. Күллі мына дүниенің қырсырын, күллі дүнияуи пәндер бар ғой, биология, анатомия, жаңағы жануарлардың өмірі, адамзаттың өмірі, күллі құстар барлығы, аспан, астрономияның бәрін күллі нәрсені өзінің ішіне сыйдырып тұрған аят, бірақ аят. Күллі нәрсеге болмыс бітімін берді, күнге өзінің болмысын берді да, өзінің мақсатына жүргізіп қойды. Яғни, күн өзінің міндетін, қызметін атқарып жатыр, осы күнге дейін тайған емес жолдан. Үйрек балапан шығатта бірден суға жүгіреді. Кім оны жүргізіп қойған? Сәби дүниеге келген бетте анасының төсін іздейді. Онда ақылда жоқ, ол дүниеде бар екен де білмейді әлі. Кім оның бәрін солай реттеген? Кім жүрегіңізді ішіңізге қойып, сосын жұмысқа кіргістіріп қойған? Ойлаңыз, 90 жыл өмір сүресіз ба, 100 жыл, 60 жыл, жүрегің әлі дем алмаған. Қарас, жүрек соғып тұр. Кім оны соққызып тұрған? Дәрігер ма? Сіз ба? Сіз мүлде қатысыңыз жоқ оны соғып тұрғанына. Жақсы болсан да, жаман болсан да мұрсат беріліп, көрдіңіз ба? Алла солай қосып қойған. Жұмыс істеп жатыр, қан жүгіріп жатыр. Кім көзіңді солай жолға қойып қойған? Кім ана сиырды шөбін жеп, сосын сүт шығаратындай қылып қойған? Кім ана балға, араға бал жина, адамзатқа шипа болсын деп жұмысқа салып қойған? Кім ана құмырсқаларды қанша бір топырлап кіріп шығып жатады? Мысалы, кім күллі нәрсені жүйесіне қойған? Өзендер, көлдер, балықтар, күллі нәрсе. Соның барлығы Мұса жинап, күллі нәрсеге болмысын берген дейді. Үйрекке үйректікін, құсқа құстықын, жануарға жануардықын, адамға адамдықын. Ол таңдаған сенің бейнеңді әуелде. Қайтып қарсы келесің оған деп жатыр ғой. Ол қалаған бейнедесің сен. Ол қалаған ғұмырда сүріп жатсың қазір. Енді Алладан осы күнге дейін күллі нәрсені қабылдадың да, тура жолын қалай қабылдамай жатсың? Күллі нәрсесін қабылдадың да, тура жолды неге қабылдамай жатсың? Нығметтердің ішіндегі ең жақсысы, ең үлкені.
періштелерді жаратты, 7 қабат аспанды жаратты да 7 қабат аспанға өзінің ісін жүргізіп қойды. Періштелер, бір періштелер жаратты, сәждеге қойды, әлі жатыр сәждеде. Бір періштелер рукухта мысалы. Күллі нәрсе, наваят нені білдіреді? Күллі нәрсе Алланың жолында, тәртібінде өмір сүріп жатыр, адамзат пен жынды айтпағанда. Адам мен жын ғана ессіз болып жүрген басым көпшілігі. Сол ессіздерді рахыммен Алла Тағала бізге әкеп, мына Құранды түсіріп, есімізді жиғызып қойды. Тура жол қандай? Алайда перғауын пікір таласып, ақиқатты қабылдағысы келмей отқан адамның мінезін көрсетеді Алла Тағала мына жерде. Жаңағы нәрседен таңғалатын нәрсе тұр. Мойындап күллі нәрсені. Бірақ тыңдағысы келмейді. Сондықтан тыңдағысы келмей, сөзді басқа жаққа қарай, басқа бір салаға бұрып жіберу тәсіл болады екен. Қола фама балул қурунил ула. Сенің Раббыңның тарапынан саған жіберілдім. Егер иман келтірсең, Алланың сәлемі болады. Саған қаншама жылдық зұлымдықтан кейін, мысалы. Ал егер де қарсы келсең, Алланың азабы болады. Сонда айтады. Сонда менен бұрынғы буындарда жағдай қалай болды? Менен бұрынғы Рамсестерге неге келген жоқ ешкім? Көрдің бе? Андай бір адамды бір жағынан ойландырып қоятын, жаңағындай бір сұрақтарды тауып алады. Менен бұрынғы ғасырлардың буындардың жағдайына не айтасың? Мысалы, сіз бір жерде бір уағыз айтып attыңызда, Ибрахим алейхиссалам жаңа осындай Исмаил баласы осындай құрбандыққа шалыну бұйрық берілді деп сөйтіп соны сөйлеп отқан кезде, ең соңында жаңағы біреу айтуы мүмкін, ол көк қошқар ма, ақ қошқар ма, қандай қошқар түсі дегенде, не деп жауап береміз? Тура Мұса жауап бергендей жауап береміз. Міне Мұса не деп жауап берді? Қола айлбуха инда робби. Сен сұраған нәрсенің білімі Раббымның қасында. Маған бұл сұрақтарға жауап беру міндеттелмеген. Мен сенімен сөйлесіп тұрмын. Бұрынғы буынды емес. Мәселе сенде болып тұр. Сен өзің үшін жауап бер. Неге басқа нәрселерді араластырасың сен? Сол сіз біреуге намаз туралы айтып жатсаңыз, сосын ол айтуы мүмкін, шығып кеткісі келеді да, көрдік қана көршіміз намаз оқиды, бірақ жаңағындай осындай, немесе ол бұрын арақ ішкен, ол немен намаз оқып жүр деген нәрсе. Жоқ, мен сенімен сөйлесіп отырмын де. Сен басқа адам немен кірістіресің бұл жерге? Оның жағдайы Раббыңның білімінде. А біз кейде осындай нәрселерде әр нәрсеге жауап береміз, өзіміз сан саққа кетеді жаңағы ойымыз. Сөйтіп не жаңа бір дұрыс не, ең аяғында бір пікір таласпен аяқтауымыз мүмкін ана жерде. Дұрыс па? Сондықтан Алла Тағаланың үйрететіні, ол әдейі бүйтіп бұрып жібергісі келеді. Өйткені ол адамның қасында оның иман келтіргісі келмеуге, оның намазға келмеуіне немесе жаңағы шайтан уәсуас жасап отырады ғой. Сол кезде ол оның аузына жаңағы сөздерді салып жібереді. Сол кезде сіз оны жек көріп кетпеңіз. Шайтаннан құтқарып отыру сіздің міндетіңіз оны, пікір таластың кезінде. Сен немен айта білесің деп оған жаңағы ондай нәрсе жасамаңыз, өйткені бағана қағидадан шығып кетеміз ғой, жұмсақ сөз деген. Сондықтан Раббың қалай сізді осы күнге дейін сабыр етіп тура жолға әкелді бәленбай жылдан кейін. Адамдардың да жағдайын солай түсінуге тырысыңыз. Жаңағындай сұрақ келіп қалған кезде Мұса не деді? Бұрынғы буындардың білімі Раббымның қасында. Фи китабин, лаухул махфузда, тарихта тұр ол. Кім есеп алады, сол білсе болды дейді оны. Соқтан не дейді? Ла ядиллу Рабби, ва ла янса. Ең бастысы, Раббым менің адаспайды дейді. Және ол ұмытпайды дейді. Бірақ Раббымның маған қазір міндеттегені саған келіп осы сөзді айту. Мәселе сенде болып тұр дейді қазір. Раббым саған жіберіп тұр, арнайы атыңды атады. Изхаб иля фирғауна, перғауынға бар деп. Сосын Мұса ары қарай жаңағы жерде тоқтамай Алланың нығметтерін тағы да еске сала бастайды. Әлләзи жаъала лакумул арда махта. Ол біздің Раббымыз деген, ол мына жерді сендерге жасыл кілемдей төсеп берген ғой.
وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا. Сондай-ақ осы жердің бетінде сендерге алыс сапарларға жүрулерің үшін жолдар жасап қойған. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى. Сондай-ақ ол көктен жаңбырды жаудырып, мына жердің бетінде сендерге көктемде әртүрлі өсімдіктердің жұптарын шығарып береді. Күллісін істеп атқан осы Раббымыз. Сосын соның бәрін берді де адамзатқа айтты: күлу, жей қойыңдар, ризықты қабылдаңдар, варғу анғамакум. Сондай-ақ ана төрттілік малдарыңды да жайылымға қоя беріп жайыңдар, семірсін, көбейсін сендер үшін. وَفِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى дейді. Ақыл иелері үшін осы жаратқан нәрселерінің барлығында Алланың құдіретін білдіретін белгілер тұр ғой дейді. Мына ақыл иелері деген сөзді мынау аятта Алла Тағала улун нуха, тоқтам иелері деп атады. Тоқтам. Бізде ақыл тоқтату деген нәрсе бар. Бұл бағанаға түйсікпен байланысты. Бір-ақ рет айтатын болса, бір-ақ рет айтса адамның түйсігі сау деген сөз. Қайталата беру деген сөз, түйсікте проблема бар деген сөз. Сонда жаңағы ақыл тоқтатам дегендерге, ақыл иелеріне болды, мен енді мына жамандықтарымнан тыйылам, енді Раббыма бұрылам деп айтқысы келетін адамдар үшін сіз жердің бетінде күллі жаратқан нәрселерінде белгілер тұр ғой дейді Алла Тағалаға ресілдейтін. Сосын айтады: минха халақнакум, сол жерден біз сендерді жаратқанбыз. Ва фиха нуидукум, сондай-ақ сол жерге сендерді қайта қайтарамыз. Адамзаттың, анау Адам алейхиссаламнан бастап осы күнге дейін күллі адамзат иман келтіргенде, иман келтірмегенде көріп жүр, жерге жасырылып атқанын күллі адамның заңдылығы. Сол жерден жараттық сендерді, сол жерге қайтадан қайтарамыз. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى, сондай-ақ қиямет күні сол жерден сендерді қайта шығарамыз. Осылайша біз перғауынға وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا, ей Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, мына оқиғаны тыңдап отырсың. Расымен де біз ол перғауынға күллі мұғжизаларымызды көрсеткен едік дейді. فَكَسَّبَ وَأَبَى, күллісін өтірікке шығарды дейді. Яғни жаңағы сатаяқтың Алла Тағала көрсетті. Мұса қолын шығарып ақ қолды көрсетті. Өтірік, сиқыр. Сөйтіп жүрген кезде біраз уақыттардан кейін Алла Тағала үлкен нөсер жаудырады. Нөсер жауғанда тоқтамай кәдімгі топан су сияқты болып кетеді Мысырдың іші. Тоқтат ей Мұса, Раббың айт, тоқтатсын бұны. Егер бұны тоқтатса, иман келтіреміз. Исраил ұрпағында қоя береміз. Раббым деп Мұса жалбарынады, тоқтайды. Қанша уақытқа дейін созылғанын бір Алла біледі. Сөйтіп жүреді, қайта бастайды. Алла Тағала жаңағы бақаларды жібереді. Күллі Мысырдың үйіне бақана қоя береді Алла Тағала. Фирғауындықтардың барлығының үйі мүлде мүмкін емес, таусылмайды, шыға береді. Адамның мазасы кетеді, Атала көрсетеді. Сенікі емес бұл Мысыр. Бұл не жалғыз сенікі емес. Бақалар, қаптап отқан бақалар, оны найзамен қайсысын өлтіріп жүреді оны, жауынгерлер мысалы. Қойдық. Мұса, Раббыңа жалбарын. Сонда Алла Тағала мынау неге жақсылығы, көрдіңіз ба? Алла Тағала сабақ беріп отыр ғой. Қойдым деді. Иман келтіреміз. Исраил ұрпағын қоя береміз. Раббым деп Мұса жалбарына тоқтайды. Біраз уақыттан жүреді, қайта бастайды. Сол жерден тоқтай салса болады ғой. Жаңа тоқтам иелері деп атқан сол да. Түсіндім, қою керек, ойнай бермеу керек Алламен. Сосын сөйтіп қайта басталған кезде, қайта күпірліктерін бастап атқан кезде Алла Тағала оларға биттерді жібереді, бит, бүкіл бас, іште, киімде мүлде мүмкін емес тазару. Гигиеналық тұрғыдан қинап жібереді Алла Тағала. Әбден күллі перғауындықтарда өзіңіз ойлаңыз.
Перғауынның сарайында, Перғауынның өзінде болып отыр. Ал жаңа ғана Құдаймын деген. Ей Мұса, тоқтат мынаны, айт Раббыңа. Осындай сөздер болған. Қаншама жылдар болып отыр мына жерде. Қаншама жылдар болып отыр. Сосын Мұса жалбарынғаннан кейін оны тоқтатады Алла Тағала. Тыныш жүреді біраз уақыт. Бір Алла біледі қанша жүрген, қайта бастайды. Алла Тағала шегірткелерді жібереді. Шегіртке дегенің енді анау бүкіл егінді, түгел егінін, қаншама егін жерлер болған Мысырда. Егіннің неше түрі бар, жемістің, жаңа мысалы көкөністің қанша түрі бар да. Алла Тағала оны бұрын бұлай беріп жатқан кезде өздерінше сонымен асқақтап, мастанып қалды ғой. Енді Алла Тағала берген нәрсесін істейді, алады. Шегіртке дегенін қаптап жүр. Күллі егінін қырып кетеді. Күллі егін үйлерінің ішіне, сыртына шығады. Осындай жағдайларда жеңе алмайды ананы, жеңе алу мүмкін емес. Әскерін көмектесе алмайды. Алла Тағаланың табиғи проблемалары келсе, оған соғыс жасамайсың ғой жаңағы шегірткелерге. Алла Тағала адамның әлсіздігін көрсетеді. Жеңем десем, сені жеңе салам мен. Бірақ мен сені қазір бірден жеңе салатын болсам, осымен азаппен аяқталасың. Бірақ ескерту, егер осы жерге дейін тәуба келдірсе, тура жолда Алла Тағала кешіргелі тұр ғой. Осындай шегірткелерді сөйтіп қойдық деп жалбарынады. Мұса, шақыр, Раббыңа жалбарын, айт, тоқтатсын. Мұса, Раббым, тоқтайды. Тағы біраз уақыт жүреді. Қайта бастайды. Тәкаппарлық көрме, жеңілген күреске тоймайды деп, жеңілгісі келмеу Аллаға. Бір жықты, ішкен жүрді, тағы күресеміз ғой дейм дегендей. Тағы жығылды, тағы қоймай осындай нәрсе болып отыр да. Алла Тағалаға жеңілу керек қой, жеңілу керек. Біреу мүмкін жаңағындай бірден жеңілер. Бағана айтқандай, жұмсақ сөз сөйлеңдер, бәлкім бірден есін жияр дейді. Мынауың жақсы екен, расында да мынау дұрыс екен деп. Ақылмен жеңілер. Ақылмен жеңілмесе, бір азапты жібереміз де, қорқытып көреміз. Сол кезде Раббым болды, қойдым деп айтар. Әйтеуір екеуі де жақсылықпен аяқталады. Екеуін де істетіп жатыр Алла Тағала. Сөйтіп бұлар біраз уақыт тыныш жүреді де қайта бастайды. Исраил ұрпақтарына зиян тигізеді жаңа қайта бастағанда. Қинап оларды. Неше түрлі нәрселерді істеп, қарсы шығып. Сосын Алла Тағала перғауындықтардың суларын қанға айналдырады. Міне су тұр. Су таза. Исраил қауымынан болған біреу кеп суды алады. Су таза. Ішеді. Бұларға енді имандарын нығайтуға Алла Тағала солай істеп жатыр. Мұсамен бірге сабыр ету керек, бірақ өте қиын жағдайлар болды да. Перғауындық барып сол судан алса, қан болады. Сосын ананыкін шелегіне қараса, ана кәппек, әкеш сенікінен деп ішсе қан. Бітті, су жоқ, қан тек. Алла Тағала қараса қалады. Сонымен жағдайлар өте қиналады. Яғни, істеп жатыр, қинап жатқан кезде жеңіліп жатыр. Жеңілдік, болдық деген нәрсе. Осы нәрсе тұрды. Сонымен Алла Тағала қайтадан босатады. Негізінде Перғауын әуелгі қиыншылықтарын бастап, өлтірем деп неше түрлі нәрселерді істей бастаған кезде Мұса пайғамбар дұға жасаған. Раббымыз, расымен де сен мына Перғауынға және оның айналасындағы жоғары таптарына, қауымына осы дүниенің күллі малы мен әшекейін беріпсің. Раббымыз, лейудиллу ан сабилик, сонда Алланың сенің жолыңнан тайдыру үшін бердің ба бұны? Саның Перғауынның мүлде иманға келмейтін нәрсесін сезеді ғой енді. Сол кезде айтады осыны. Раббым, өшірш күллі малын. Мұсаның дұғасы. Раббым, жүректерін, түйсіктерін мүлде бітеп тасташ, қабылдамайды. Мынау иман келтіретін халық емес, Раббым. Қиналтатын азабыңды көргенге дейін дейді.
Онда Алла Тағала жауап береді. Сенің дұғаңа жауап берілді, бірақ қазір емес. Сөйтіп жаңағы апаттар келеді ғой бірінен соң бірі, жаңа айтылғандар. Осының өзінде ғұламалар айтады, жаңағы Мұсаның дұға жасаған уақытымен ең соңғы суға батыратынына Құдай қаласа келеміз ғой. Жаңағылардың ең соңғысы суға батыру, ол енді бітті, ол көтерілмейді, ол аяғына дейін істейтін нәрсесін. Міне сол суға батырылатын уақытқа дейін 40 жыл болған дейді. Мұсаның өзіне мынау аятта, ей Мұса, міне пайғамбар болып таңдалатын тағдырға да келіп жеттің деген аят 40-шы аят. Жаңа өзі пайғамбарларға көбінесе 40 жаста келетіні. 40 жас, 40 жыл перғауынмен. Перғауынның қиыншылығынан өткеннен кейін, одан кейін 40 жыл өз қауыммен шаршайды ғой, мысалы әлі оған келеміз. Өз қауымы шаршатып жібереді. Сонда кімге берілген бұл тәуелсіздік? Не үшін берілген? Қазір білінбейді. Қазір жауыз тек перғауын болып тұр. Бірақ перғауындан алып шыққаннан кейін оларды ертең қалай болады дегенде өзіңіз ойлаңыз. Ол тіпті Мұсаның миына жібереді ол жерде. Құдай қаласа, осы тарихтарды Алла Тағаланың баяндауы, мысалы перғауынның тарихын жер бетіндегі тарихтарды оқысаңыз, Мұса жоқ тарихта. Мұсаның алдындағы Юсуф жоқ тарихта. Не үшін? Егер тарих пайғамбарлардың өмірінен үзілетін болса, ол бұрмаланған Тәурат пен Инжілмен бірдей. Сондықтан Алла Тағала сол тарихты бұрмалап, өшіретіндерін өшіріп, алып тастап, яғни елші жіберілмеген Мысыр ғана бар тарихта. Олай болмайды. Сол тарихтың ішінде солса ақиқаттар жүрмегеннен кейін адам енді адаспағанда қайтеді. Сондықтан Алла Тағала сол нәрсені қамтып, мына Құранда тарихты қоса қамтыған Құран қылып тұр ғой. Көрсе, пайғамбарлар керек. Пайғамбарлардың өмірін қалай талқылап сөйлеп жатыр да, иншалла. Алла Тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, иншалла. Субханакаллахумма бихамдика, нашһаду ан ла илаха илля анта, настағфирука.